Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде желінбей қалған балалардан қалған печеньелермен дәл осындай өте дәмді болып шығатын кейк-попстар әзірлейтін боламыз. Барлығымыздың үйімізде балалардан қалып кеткен осындай печеньелер болады. Міне бізге осындай заттар қажет болады. Қазақстан шоколады және қаймақ және осындай вареная сгущенка қажет болады. Енді біз печеньелерімізді алып, блендерлеріңіз болса, блендер арқылы осылай майдалап алатын боламыз. Егер блендер болмаса, оқтау арқылы майдалап алсаңыздар да болады. Дәл осылай балалардан желінбей қалған печеньелерден өте дәмді және балалар бірден сүйсініп таласып жеп қоятын дәл осы тәттіні жасап көріңіздер. Міне біз печеньелерімізді майдалап алдық. Енді бос ыдысқа осы майдаланған печеньелерімізді салып аламыз. Енді осының үстінен 2 ас қасықпен қаймақ салып аламыз. Келесі кезекте енді үстінен вареная сгущенкадан 3 ас қасықтай салатын боламыз. Енді барлығын бір келкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Енді барлығы жақсылап араласып болған кезінде бізде дәл осындай масса пайда болады. Одан кейін біртіндеп домалақ шариктер жасайтын боламыз. Ол үшін өзіңізге қажетті мөлшерде қолыңызға осындай печеньеден алып аламыз да қолымызбен домалақтап әдемі пішінге келтіріп аламыз. Келесі кезекте бетін әсемдеу үшін Қазақстан шоколадымызды майдалап ыдысымызға салып аламыз да микроволновкада ерітіп аламыз. Шоколадымыз қою болып қалмас үшін және кішкене мөлшерде сары май қосып ерітуіміз қажет. Енді бізге осындай ағаш таяқшаларымыз қажет болады. Біздің шоколадымыз микроволновкада еріп шықты. Енді оны бір келкі етіп араластырып шығамыз. Енді әрбір таяқшамызды алып, кішкене мөлшерде шоколадқа малып алып, осылай әр печеньенің үстінен қадап шығатын боламыз. Енді дайын болған кейк-попстарымыздың барлығын біртіндеп алып, осылай шоколадқа малып, барлық жеріне жететіндей етіп, жақсылап орап шығамыз. Барлығын жақсылап шоколадқа малып алғаннан кейін, әсемдік ретінде сыртына дәл осындай посыпкаларыңыз болса, сеуіп қойсаңыздар болады. Енді дайын болған кейк-попстарымызды алып, осындай лентамен әдемілеп бантик тәрізді етіп байлап қойсаңыздар болады. Міне бізде барлығы дайын болды. Осылай тарелкамызға салып, балаларға ұсына берсеңіздер болады. Үй жағдайында ештеңені пісірмей-ақ дәл осылай оңай тәсілмен жасап көріңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментария қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Ас болсын!